Күн сәулесінің ультракүлгін пайдасы мен зияны жайлы жиі естіп жүрген боларсыз. Тері саулығын және жастығын сақтау үшін күннен қорғайтын құралдардың қаншалықты маңызды екенін де білесіз. Десе де ультракүлгіннен қорғайтын индексі SPF бар құралдарды қолдануға қатысты аңыздар бар. Бірінші аңыз. SPF құралдары тек жазда қолдану керек. Ультракүлгін сәулесінің біраз мөлшері бұлттардан өтіп кетеді. Сондықтан жыл мезгіліне қарамастан күннен қорғайтын кремді күнде далаға шығарда жағуды әдетке айналдыру керек. Сондай-ақ көпшілік адам далаға бұлтты күні шықса немесе көлеңкеде тұрса күннен қорғайтын крем қажет емес деп санайды. Алайда бұл қате пікір. 95% ультракүлгіннен тұратын сәулелер жер бетінде бұлтты күндері де жетеді. Сәуленің дәл осы түрі терінің ерте қартаюы мен ісікті шақырады. Сондықтан далада күн шақырайып тұрмаса да күннен қорғайтын крем жағып шығыңыз. Екінші аңыз. Қара торы теріге SPF құрал керек емес. Терісі қара торы кей адамдар оларға күннен қорғайтын крем керек емес деп санайды. Бірақ бұндай теріде ультракүлгіннен болатын зақымдарға сезімтал келеді. Салыстырмалы түрде ол ақшыл теріге қарағанда күн сәулесінен табиғи SPF қорғалған. Бірақ ультракүлгін әсерінен қара торы теріге де әжімдер пайда болуы және салбырап кету қаупі бар. Сондықтан мұндай теріні де қорғау маңызды. Үшінші аңыз. Кез келген күннен қорғайтын құрал тиімді. Дерматологтар UVB сәулелерінен қорғану үшін SPF 30 немесе одан да жоғары деңгейі жоғары құралдарды таңдауды ұсынады. Сондай-ақ құрал сыртында UVA дөңгелек түрінде немесе UVA сәулелерден қорғануды білдіретін жұлдыздардың суреті бар логотип болуы керек. Төртінші аңыз. Күннен қорғайтын құралды күніне бір рет мол етіп жағу жеткілікті. Өндіруші қандай уәде берсе де жүзу, терлеу, уқалау немесе сүлгімен сүртіну кезінде күннен қорғайтын крем денеден кетіп қалады. Негізі оны физикалық белсенділіктен кейін және әр 2 сағат сайын қайталап жағу керек. Оны қаншалықты мол жағылғаны емес, қаншалықты жиі әрі біркелкі жағылғаны маңызды рөл атқарады. Бесінші аңыз. Максималды SPF күн сәулесін толықтай бұғаттайды. Күннен қорғайтын фактордың болмауы мен SPF 15-тің арасында үлкен айырмашылық бар. Бірақ SPF 30 SPF 15-ке қарағанда теріні 2 есе қорғаумен қамтамасыз етпейді. SPF 15 UVB сәулелерді шамамен 93%-ға, SPF 30 97%-ға, SPF 50 98%-ға бұғаттайды. Бірақ күннен қорғайтын ешбір құрал 100%-ық қорғауышпен қамтамасыз ете алмайды.